Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видео өте қызықты болады, себебі біз бөлмеге арналған салқындатқыш жасаймыз, яғни кондиционер. Ендеше кеттік. Алдымен бізге қораптың әртүрлі кесіндісі керек. Мен сіздерге өлшемін жазып қойдым. Бүгінгі видеода неге салқындатқыш жасаймыз? Себебі Қазақстанда күн қазір өте ыстық. Сондықтан да бөлмеге арналған салқындатқышты сіздерге жасап көрсеткім келді. Ендеше видеоны бастап жатып, каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий, ең бастысы қоңыраушаны ұмытпаңыздар. Салқындатқыштың сыртын жасауға бізге ең тиімді, оңай, қолжетімді материал коробка, яғни қорап. Біз осы қораптардан салқындатқыштың сыртқы бөлігін жасап шығатын боламыз. Көп адамдар кондиционерді қолдан жасаймын дегенде түсінбей қалуы мүмкін. Оны қолдан жасауға бола ма деген секілді. Оны біз ең қарапайым жолмен жасайтын боламыз. Яғни кондиционердің ішіне 3 жылдам айналатын вентилятор орнатамыз. Ол вентилятордың атқаратын жұмысы сырттағы ауаны кондиционердің ішіне тартып, және сол тартқан ауаны арғы бетінен салқындатып шығады. Ал салқындату жұмысы ыдысқа құйылған мұздың міндеті. Яғни біз кондиционердің ішіне арнайы ыдыста құйылған мұз салатын боламыз. Соның арқасында бізде салқын ауа пайда болады. Мен бұл кондиционерді жасағанда барынша шынайы кондиционерге ұқсаттым. Яғни ауаның бағытын өлшеп отыратын және де ауаның салқындығын өлшейтін құралдар қостым. Біз кондиционерден шыққан желдің бағытын осындай таяқша арқылы өзгертіп отырамыз. Міне достар, құрылғымыздың сыртқы бөлігін біттік десек те болады. Енді біз ішкі вентиляторларына көшеміз. Бізге келесі кезекте осындай алюминий бөтелкенің материалы керек болады. Және де біздің кондиционердің ішін айналдырып отыру үшін осындай моторлар керек болады. Ол әртүрлі ойыншықтардың немесе кез келген техникалардың ішінен табуға болады. Ендігі жасаған затымызды моторларымызға бекітеміз, яғни супер желім арқылы. Келесі жұмыс осы моторларымызды орнататын орынды дайындауымыз керек. Дайындап алған бөлшегімізді кондеріміздің ішіне орнатамыз желім арқылы немесе жабыстырма арқылы. Міне 4/1 бөлігі кондеріміздің ауаны қабылдайтын бөлігі болып табылады. Енді біз моторларымызды орнататын екі тіреу жабыстыруымыз керек. Ол да картоннан кесіледі. Әрине бұл тіреулеріміз моторды ұстап тұратын болған соң барынша өлшеп алуымыз керек. Сосын моторларымызды 3 орынға орнатамыз ыстық желім арқылы. Енді біз моторларымыздың бірде айналуы үшін оларды бір-біріне паяльник арқылы токпен біріктіреміз.
Енді бізге кондеріміздің техникаларын біріктіру керек. Яғни кондерімізді қосып өшіретін батырма, одан соң қуат көзіне жалғайтын бөлшегі, одан соң кондеріміздің салқындығын өлшейтін құрылғы керек болады. Ол бөлек сатылады. Бұл градус өлшейтін құрылғыны сіздер техника сататын дүкендерден таба аласыздар. Шамамен бағасы 1,5 мың теңге. Ол бөлек қуат көзіне жалғанған және өте ыңғайлы. Енді біз осы орнатқан бөлшектеріміздің бәрін, яғни ішкі техникасын бір-біріне біріктіреміз. Оның схемасын сіздерге қалдырып кетемін. Достар, егер каналымда техникаға байланысты видеолардың көп шыққанын қаласаңыздар, комментарийға барынша не қалайтындарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Мен оны ескеріп, тіпті жасауым да мүмкін. Құрылғымыздың ішкі бөлшектерін бір-біріне жабыстырып болған соң, соңғы градус өлшейтін бөлшегімізді кондеріміздің ауа шығатын тұсына жабыстырып қойғанымыз дұрыс. Біз кондеріміздің ішкі техникасына қуатты дәл осындай адаптер арқылы жалғаймыз. Біз кондеріміздің ішкі барлық жұмысын аяқтаған соң, адаптерді жалғап тексеріп аламыз. Істеп тұрған болса, кондеріміздің қақпағын ойланбай жауа береміз. Осымен жұмысымыз аяқталды. Келесі кезек біз морозильникке дайындап қойған мұзымызды және кондерімізді бір-біріне біріктіреміз. Және де кондеріміздің жанына дәл осындай есік жасап қойсақ, тіптен керемет болады. Себебі мұзымызды ішіне алып салып отыруымыз керек. Міне достар, кондиционерімізді аяқтадық. Менің ойымша өте керемет болып шықты. Салқын ауаны өте жақсы ұрады. Нағыз бөлмеге арналған салқындатқыш. Біз желдің бағытын бұраламыз және де қаншалықты салқын ауа беріп жатқанын да біле аламыз. Ол осындай кондиционерге өте керемет нәтиже. Достар, егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де өте маңызды қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің шыққан видеоларымда алғаш болып сіздер көресіздер. Ендеше осыдан да керемет қызықты видеода кездескенше сау болыңыздар достар.